Бұлақ бастау жер бетіне шығып жатқан табиғи жер асты су көзі. Бұлақтар әртүрлі белгілер бойынша тұма, қайнар, термалды бұлақ, жалғасты бұлақ және тағы да басқа бірнеше топқа бөлінеді. Суы тұщы, әсіресе мол өнімді бұлақтар елді мекендерді ауыз сумен, шаруа қожалықтарын керекті сумен қамтамасыз етуге, жер суаруға кеңінен пайдаланылады. Бұлақтың арынсыз және арынды түрлері бар. Арынсыз бұлақ ылғалды жылдарда, көктемде қар ерігеннен кейінгі және жауын-шашынды кезеңдерде жер бетіне таяу жатқан су деңгейінің көтерілуінен пайда болады. Оны әдетте тұма деп атайды. Арынды су көзі артезиан суынан бастау алып, тау-тастардың терең жарықтарынан шығады. Оны қайнар деп атайды. Мұндай су көзінің өнімі, температурасы минералдық тұмаға қарағанда тұрақты келеді.